Бүгін Астанада қар аралас жаңбыр жауады, тұман түсіп көктайғақ болады. Күн райына қатысты мәліметті маманнан сұрап білейік. Қазгидрометтің баспасөз хатшысы Аружан Мұратова бізбен тікелей байланысқа қосылды. Аружан, қайырлы таң. Бірқатар өңірде қар жауып бұрқасын соғады деген ақпар тарады. Бұл қай өңірлер? Қайырлы таң, әріптестер. Алдағы күндері ауа райы болжамы құбылмалы болады. Жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Елдің солтүстігі, шығысы және орталығында жаяу бұрқасын, көктайғақ болжанады. Тек республиканың батысында 4-5 желтоқсанда антициклонның ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Бұрқасын қанша уақытқа созылады және қай өңірлерге ауысуы мүмкін? Бұрқасын, ең екпінді бұрқасынды біз 6 желтоқсаннан бастап күтіп отырмыз. 6-10 желтоқсан аралығында көп молынан қар жауып, қатты бұрқасын, жел, сондай ауа райы болады. Батыста, солтүстікте, шығыста және орталықта жауын-шашын күтіледі, сол негізінен қар түрінде. Ал оңтүстік батыста және елдің оңтүстік жартысында жаңбыр мен қар түрінде. Қазақстанның шығыс, оңтүстік шығысындағы таулы және тау бөліктеріндегі аудандарда қатты қар жаууы болжанады. Республика бойынша бұрқасын, көктайғақ, тұман күтіледі. Осы күндер шамамен қанша қар түсуі мүмкін? Мысалы, Астанаға. Қазір байқағандай аздаған қар түсіп жатыр, бірақ ол қар тез еріп кететін қарлардың бірі. Жаңа ғана айта кеткендей, қатты жататын қар бізде 6 желтоқсаннан бастап түседі, молынан түседі деп отырмыз. Ең көп жауатыны Шығыс Қазақстан облысының таулы аймақтарында және Алматы облыстарының тау аймақтарында түседі деп болжап отырмыз. Жалпы қар қай уақытта қалың түсуі мүмкін? Бүгін мысалы Астанаға қар жауды, алда тағы да жылымық болып, ол еріп кетеді. 6-сынан бастап қар түседі дедіңіз. Содан кейін күн суытады деген сөз, е? Иә, қар жатады, өйткені температураның төмендеуі басталады. Ауа температурасының түнде -15, -20 градусқа дейін баруы ықтимал. Ал еліміздің шығысында, солтүстік шығысында және орталығында кей уақыттарда, түнгі уақытта -25, -35 градус аязға дейін баруы ықтимал. Жалпы осы жылы солтүстікте қар кеш түсіп жатыр. Негізі осындай қарсыз күн райы қай жылдары болды? Жалпы бұл құбылыс бірінші рет болып жатқан жағдай ма? Жоқ, бұл бірінші рет болып жатқан жағдай емес, және бұл құбылысты аномальды деп айта алмаймыз. Осындай құбылыс елімізде 1967 жылы, 2008 жылы, 2013 және 2023 жылдары болған. Қар желтоқсан айының бірінші 10 күндігінің аяғына дейін әлі